Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін ауызашардың 5-ші мәзірін ұсынамын. Бізде ыстық тағамға духовкада пісетін, пакетте пісетін тауық еті мен картоп, жеңіл дайындалатын малибу салаты, және де тәттімізге бисквиті көтеріліп, кремі өз қолыңыздан жасалатын рулет. Өте дәмді болып шықты. Менімен бірге болыңыздар, жасап көріңіздер. Уақытымызды үнемдеу үшін бисквитті пісіруден бастаймыз. Одан кейін духовкамызға тамағымызды салып қоятындай. Міне 5 жұмыртқамызды сарысы мен ағын бөлек осылай алып аламыз. Ағын құйып жатқанда сарысы түсіп кетпеу керек, соны қадағалаңыздар. Енді мына жұмыртқаның ағын миксердің жай жылдамдығынан жайлап көтере береміз, жылдамдығын арттырып. Көпіріп, әппақ болғанша миксерлейміз. Міне көтерілгеннен кейін құмшекерімізді біртіндеп салып, тағы да миксерлейміз. Осы жерде ванилин салып жіберіңіздер. Тағы да кішкене араластырып жіберіп, сұйық май құямыз. Тағы да араластырып жібереміз. Барлық ингредиенттің мөлшерін описаниеда жазып қоятын боламын. Енді біртіндеп жұмыртқамыздың сарысын салып, тағы да миксерлеп шығамыз. Мінекей, енді ұнымызды ситадан өткізіп салыңыздар. Қатты араластырудың қажеті жоқ. Осылай күрекше арқылы астынан жоғарға қарай айналдыра отырып, араластырып шығамыз. Мінекей, пергамент қағазын төсеп дайындап алдым. Осы кезде духовкамызды қыздырып қоямыз. 180 градуста 10-15 минуттай пісіп шығады. Енді бетіне қарап тұрыңыздар, қызарғаннан кейін аласыздар. Бисквитіміз пісем дегенше тамағымызды дайындап қояйық. Духовкаға салатындай етіп, мінекей тауық етімізді тазалап алдым, кесіп, турап, жуып тазалап аламыз. Одан кейін көкөністеріміз, сәбіз, картопты осылай ірі-ірі етіп тураңыздар. Пиязымызды турап, және 1-2 чесногымызды да майдалап турап, арасына салып жіберіңіздер. Кішігірім тұз септім. Өз еркілеріңіз дәміне қарай себе бересіздер. Жақсылап араластырып қойдым картоптарымызды. Енді осындай арнайы духовкада пісіретін приправасы бар, және қалташасы бар қоспамызды алып, етімізге салып, жақсылап араластыратын боламыз. Бұл қоспалар әртүрлі фирманікі бар. Қолдана берсеңіздер болады. Оның ішінен пакеті ыңғайлы. Ішіне затыңызды салып, жауып қоясыз. Мінекей, етімізді жақсылап араластырдық. Енді осы пакеттің ішіне барлығын салып орналастыратын боламыз. Міне көкөністерімізді, еттерімізді барлығын салдық, аузын осылай бекітеміз. Енді пакетіміз жыртылып кетпеу үшін 5-6 жерінен зубочисткамен тесіп қойыңыздар. 190-200 градуста 1 сағаттай пісіретін боламыз. Мінекей, бисквитіміз пісіп шықты 15 минут уақытта. Енді ыстық күйінде дәл осындай размерде пергамент қағазын дайындап, кері аударып, видеода көріп тұрғандарыңыздай. Енді орап қоятын боласыздар. Егер де ыстық күйінде орап дайындап қоймасаңыз, сынып кетуі мүмкін суыған кезде. Осылай ораулы күйінде суиды. Енді кремін жасаймыз. Бізге вареный сгущенка керек, және де қаймақ керек. Осы екеуін жақсылап араластырамыз. Мінекей, тәтті креміміз дайын. Енді бисквитіміз суығанша салат дайындап тастайық. Сырымызды, колбасамызды, жалпы барлығын 4 бұрышта осылай көбіктап турай береміз. Қиярымызды да, қызанағымызды да 4 бұрыштап көбіктап турауға тырысыңыздар.
Бұл салатқа кукуруза қосылады негізі. Мен ұмытып кетіппін. Сіздер өздеріңіз ұмытпай, дәміне қарай жасай бересіздер қосып. Енді кішкене керешкемізден салып жібереміз. Кішкене тұз сеуіп, бір қасықтай майонезімізді салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей салатымыз дайын, өте оңай жасалады. Барлығын турап-турап араластырып салып жібересіздер. Дәмі деген керемет болады. Мінекей бетіне енді тағы да сухаригімізді, яғни керешкемізді әсемдеп қойсаңыздар болады. Бисквитіміз суды осылай ашамыз, оралған жерін бәрін түгелдей ашып, кремімізді толықтай жағып шығамыз, сосын қайтадан орайтын боламыз. Ұзын тарелкаңыз болса, осылай ұзыннан қойсаңыз да болады. Мен екіге бөліп қойдым. Енді үстіне шоколад пастасын кішкене ертіп жіберіп, осылай әсемдей салдым. Сіздер өз еріктеріңіз, шоколад болмаса сахарный пудра сепсеңіз болады, болмаса крем жақсаңыз болады, әртүрлі. Мінекей, біздің рулетіміз дайын, өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Қараңыздаршы, бисквитінің өзі қалай көтерілген, керемет болып шықты. Әрі оңай жасалады, жасап көріңіздер. Мінекей, тамағымыз дайын, 1 сағаттай уақыт өтті. Осылай пакетімізді пышақтың көмегімен кесіп ашамыз. Осылай біртіндеп алып, тарелкамызге сала береміз. Үстіне өз еркілеріңіз, мен көк пияз септім, укроп сепсеңіздер де басқа да бола береді, дәміне қарай өз еркілеріңіз. Иісі деген бұрқырап күшті болып тұр, қараңыздаршы қандай әдемі. Мінекей бүгінгі біздің ауызашарымыздың 5-ші мәзірі осындай болды. Ыстық тағамымызға духовкада пакетте пісірген тауық еті мен картоп, және де міне бисквит, шоколадты креммен, және де біздің оңай жасалатын Малибу салаты. Менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Тағы да ауызашарға арналған мәзірлер салынып жатыр. Барлық рецепттер қол жетімді азық-түліктерден жасалынады, оңай жасалады әрі. Менімен бірге болып, қазақша контентті қолдай жүріңіздер. Сіздермен Алтынай, сау болыңыздар.